Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі вектор ұғымы, векторларға амалдар қолдану тақырыбына арналған есептерді шығарудамыз. Бізге берілгені А векторы мен және бірлік Е векторы. Бірлік Е векторы дегеніміз осы бірлік вектордың ұзындығы бірге тең. Яғни мынандай шарттар берілген. Біріншісі, А векторының ұзындығы, яғни модулі тең 1,4-ге. Және А векторы мен бірлік Е векторлары коллинияр, қарама-қарсы бағыттағы коллинияр векторлар. Ол үшін берілген А вектор деп қарастырайық. Осы вектордың ұзындығы 1,4-ге тең. Ал бірлік Е векторы бағыты қарама-қарсы болғандықтан бірлік векторды осы күйінде алатын болсақ, яғни оның бағыты қарама-қарсы деген сөз. Сонда А векторын бірлік Е вектор арқылы қалай өрнектейміз? Сонда А векторы Е векторы арқылы өрнектеу деген сөз, бұл жердегі Е векторының бірлік векторының модулі 1-ге тең деген сөз. Сонда 1,4-ті бірлік векторымен алмастырған кезде, яғни бұл жерде екеуі қарама-қарсы бағытта болғандықтан Е-нің мәні минус деген сөз. Минус Е векторы. Сонда минус 1,4 Е деген сөз. Яғни А векторын бірлік Е векторы арқылы жіктедік. Енді екіншісін қарастырайық. Екіншісінде А векторының модулі 0,6-ға тең. А векторы мен бірлік Е векторы коллинияр және бағыттас. Яғни берілген А векторы мен бірлік Е векторын бағыттасы, бағыттары бірдей. Олай болса А векторын бірлік вектор арқылы өрнектеген кезде 0,6-ны Е бірлік векторіне көбейткенге тең. Олай болса А векторы 0,6 бірлік Е векторы деген сөз. Яғни берілген векторлы бірлік вектор арқылы жіктеуге болады. Балалар, біз сіздермен қарастырдық кеңістіктегі векторлар түсінігі және оларға амалдар қолдану тақырыбына арналған есептерді шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.